Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, инста оқырмандарым және де YouTube каналымның оқырмандары. Мынау көп қойылатын сұрақтардың ішінде осы мүшемнен ірің ағып жатыр, болмаса мүшемнен сұйықтық ағады, неге ағады, осыны түсіндіріп беріңізші, себебі неде, қалай емделсе болады деген сияқты сұрақтар келеді. Соған байланысты бүгінгі жігіттер айтатын тақырыбымыз бүгінгі мынау уретрит, яғни осы мүшедегі сұйықтықтың бөлінуін медицинада мұны уретрит деп айтамыз. Яғни аты айтып тұрғандай үрпі, яғни зәр жүретін каналдың бойы, болмаса жайғы мынау сперма жүретін каналдың бойын осы үрпі деп айтамыз. Осы үрпінің бойында әр қалай жағдайларда мынау сұйықтықтың бөлінуі, болмаса іріңнің бөлінуі болып жатады. Ол енді көбінесе жастардың арасында, болмаса үлкен ағаларымыздың ішінде кездесіп жатады. Соған байланысты ең алдымен осы уретрит, яғни үрпінің қабынуы неге байланысты болады? Бұның себебі неде? Осыны ашып кететін болсақ, ең алдымен бірінші себеп келетін бұл жаңағы жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың әсерінен осы үрпіде әрқалай сұйықтық, болмаса іріңді бөлінуі мүмкін. Оны атап айтатын болсақ, жаңағы хламидиядан болуы мүмкін, жаңағы уреплазмадан болуы мүмкін, кей жағдайларда мынау гонореядан болады, трихомониаздан болуы мүмкін. Сол сияқты атап аталған инфекциялардың асқынулары осы үрпідегі уретритті шақыруы мүмкін. Одан кейін, одан басқа, мысалы, ешқайда бармаған, қыдырмаған, өздігінен жаңағы үй жағдайында осы үрпісінен сұйықтықтың ағуы, болмаса іріңнің ағып кетуі, ол екінші себеп шартты патогенді бактерияларға байланысты. Өйткені білеміз, ауада, мысалы, жаңағы суда болуы мүмкін, әртүрлі бактериялар. Айтатын болсақ, стафилококк бактерия, стрептококк, жаңағы ішек таяқшасы дейміз, клепсиела дейміз, тағы сол сияқты бактериялардың осы үрпі жолына түсу арқылы, мысалы, дәрет алудың әсеріне, болмаса бассейндерден жұғуы мүмкін, болмаса тағы сол сияқты общественный дейміз ғой, жалпы ортақ жерлерден жұғуы мүмкін, жаңағы үрпі жолына түсу арқылы осы уретритті туындатуы мүмкін. Бұл жаңағы айтып кеткен екінші жолы, шартты патогенді бактериялардың әсерінен. Ал енді үшінші жағдай, бұл жаңағы аллергияға байланысты болуы мүмкін. Өйткені олай дейтініміз, менің өзімнің мынау тәжірибемде былтыр бір кісі келген, ерлі зайыпты, мынау күйеуі ремонт жасайды, строитель екен, бір бөлмені краскілеген. Содан кейін осы жыныс жүйесінен іріңнің ағуы байқалған. Қарап отырсақ, бұл жерде факт үрпі жолындағы инфекцияның, бактерияның, лейкоциттің көбеюі дейміз, яғни ақ түйіршіктердің осы бактерияға байланысты. Оны енді айтатын болсақ, аллергиядан осы қозып, үрпісінде қабыну туындаған. Соған байланысты аллергиялық формада болған уретрит кездесті. Соған байланысты үшінші аллергиядан болуы мүмкін. Төртінші себеп ешқандай бактерия, ешқандай инфекция қоздырмаған, мүмкін салқындап қалуы мүмкін, аяқ жаурап қалуы мүмкін. Бір сыртқы факторлардың әсерінен жыныс жүйесінде ірің ғана емес, сұйықтықтың, сілекейдің ағуы болуы мүмкін. Соған байланысты төртінші себеп сыртқы ортаның әсеріне байланысты, салқын температураның әсеріне байланысты, осы жайттарға байланысты үрпіден сұйықтық ағады. Осыған байланысты мынау үрпінің қабынуын осы төрт себепке байланысты анықтаймыз. Ал енді бұл клиникалық белгісі, іріңдік болмаса сұйықтықтың сыртқа бөлінуі, таңертеңгі уақытта бөлінуі мүмкін, түнде бөлінуі мүмкін, ауыр күш түскенде бөлінуі мүмкін. Біреу айтады, мүмкін үлкен дәретке отырғаннан кейін бөлінеді. Болмаса айтады, біреу таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін мөлдіреп сұйықтық ағып тұрады, болмаса ірің ағып тұрады дейді. Сары түсті, ақ түсті, сілекей түссіз болуы мүмкін, сол сияқты себепке байланысты. Енді бұны тексеру әдістерін айтып кетейік, диагностика жасап. Егер де сіздің бойыңызда осындай жағдай болып жатса, ең алдымен флораға тексеру керек, шартты патогенді бактерияларға тексеру, яғни мазут тапсырасыз. Екінші, мынау жыныстық жолмен берілетін инфекциялар болуы мүмкін, соған тексеру керек. Үшінші, ультрадыбыстық зерттеу дейміз, болмаса зәрді тапсыру керек. Асадық зәрдің түбінде тұнба болуы мүмкін, флора болуы мүмкін, слиз болуы мүмкін, соған байланысты. Одан кейін барып, ары қарай қосымша
анализдер керек болатын болса, қан тапсыру керек бола ма, мүмкін жаңағы қуық безінің УЗИ түсу керек бола ма, оны ары қарай диагностика барысында жасау керек, көрсеткіш болса. Егер де аллергия болса, мүмкін аллергияның именно қайсысы айтатын, дақ надан деп айту өте қиын. Сыртқа аллергияға байланысты болып, оған байланысты басқа да бактерияларды іздеп көру керек. Төртінші себеп мынау сұйықтықтың ағып кетуі, неге байланысты өздігінен өзі ағып кетуі. Кей жағдайларда болады, мынау қуық асты безінде секреттің көптеп жиналуына байланысты сұйықтықтың ағуы. Бұл кезде жаңағы УЗИ түсіріп қуық безін көру керек болады. Осы себептер арқылы анықтауға болады. Ал енді осы жағдайлар болатын болса, қалай емдеуге болады? Осыған тоқталып кетсек, егер де сіздің жаңағы үрпіңіздің қабынуы жыныстық инфекциялардың қай түріне байланысты болатын болса, может хламидияға, мүмкін жаңағы трихомониязға, мүмкін уреплазмадан асқыну болды ма, мүмкін жаңағы гардеронадан ағып жатыр ма, может басқа жағдай болды ма, мүмкін асқынбады. Соған байланысты ем жасау керек. Екінші жаңағы флораға байланысты, стрептоцитті қоздырды ма, ішек таяқшасы қоздырды ма, мүмкін басқа да бактериялар қоздырды ма, соған байланысты болады. Осы себептер анықталғаннан кейін оларды емдеудің барысы бірінші әрине антибактериалды терапия керек. Өйткені антибиотиктерді қолданбайтын болсақ, бұл жердегі жаңағы флора болмаса инфекция өлмеуі мүмкін. Екінші жағдай иммунитетті көтеру иммуномодуляторлар, мүмкін жаңағы вирусқа қарсы препараттар, уколдар салуы мүмкін, циклофером болсын, болмаса жаңағы дәрумендер арқылы иммунитетті көтеруге болады. Одан кейін барып инстилляция жасап жатады көп жерлерде, өйткені инстилляция арқылы жергілікті жердегі инфекцияның үрпінің бойындағы өлтіру мақсатында үрпіге жаңағы колларгал растворын құюға болады. Болмаса жаңағы мирамистин беріп жатады қазіргі уақытта. Енді оны абайлау керек. Өйткені оны жасау міндетті түрде дәрігер урологтың жасағаны дұрыс. Өйткені бұның да аралық асқынулар болуы мүмкін. Егер үрпі күйіп қалатын болса, стриптура деген ауру болуы мүмкін. Соған байланысты маманның қадағалауында болады. Екінші, одан кейін барып лазермен жаңағы әртүрлі аппараттардың көмегімен емдеуі мүмкін. Соған байланысты иммунитетті көтеру мақсатында дұрыс тамақтануға да әсер бермек. Өйткені сіздің тамақтануыңыз дұрыс болмайтын болса, қабынып жатқан үрпіңізді ары қарай үдетуі мүмкін. Газдалған сусындар дейміз, горилла дейміз, сол сияқты жағдайлардың барлығы газ сусындар бүйректен шыққаннан кейін соңғы звено осы үрпі жолдарын, соңғы звено дегеніміз төменгі зар шығару жолдарын тітіркендіру мүмкін. Соған байланысты ары қарай аурудың жазылмай жатып ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Енді достар, бұл жерде бір нәрсе айта кетуім керек. Егер де мынау үрпінің қабынуы ұзап кететін болса, 2 айдан асып кететін болса, бұл созылмалы болып есептеледі. Ал енді 2 айға дейін болатын болса, бұл жедел түрде қабыну, үрпінің жедел түрде қабыну мүмкін. Егер мынау каналдың бойына инфекция түсетін болса, 2 апта, 1 аптаның көлемінде іріңді бөліс шығатын болса, бұл жедел уретрит деп аталады. Яғни острый, жедел басталған. Одан кейін екінші түрі 2 айдан асты, 3 айдан асып кететін болса, жыл сайын осы қайталанып тұратын болса, бұл яғни созылмалыға өтіп кетіп отыр, созылмалы түрі. Ал енді осы бүгінгі тақырып уретрит, яғни үрпінің қабынуы, іріңдіктің бөліністердің болуы не себепті байланысты болғанын сіздерге қысқаша түрде түсіндіріп кеттім. Егер достар бұл видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін сіздердің достарыңыздың арасында осы проблемамен жүргендер бар болуы мүмкін. Егер де шешім таппай жүрген азаматтар болса, міндетті түрде тексерістен өтуге осы бүгінгі видеоны аяғынан қарап шығып, достарыңызбен бөлісіп, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Сау саламат болыңыздар.